Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің кураторлық сабағымыздың тақырыбы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан. Кураторлық сабағымыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім теориялық бөлім, яғни Ұлы Отан соғысы туралы мәліметтер айтылады, ақпараттар беріледі. Екінші бөлім студенттердің шығармашылық жұмыстары. Ұлы жеңіске 75 жыл. 9 мамыр жеңіс күнінің қарсаңында Ұлы Отан соғысының тарихына шолу жасайық. 30 жылдардағы әлемдік дағдарыс көптеген мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және халықаралық қатынастарын шиеленістірді. Ол жағдай әлемдік билікке талпынған күштердің пайда болуына жол ашты. Осындай күштердің ішіндегі ең қауіптісі Германияда орнаған фашистік тәртіп еді. Батыс мемлекеттері тарапынан ұйымдасқан қарсылықтың болуы фашистік агрессияның күшеюіне жол ашты. 1937 жылы фашистік мемлекеттер Германия мен Италияның милитаристік Жапония мен әскери саяси одақ құруы Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына алып келді. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы Германияның Польшаны жаулап алуымен басталды. Англия мен Франция Германияға соғыс жариялағанымен, батыс майданда белсенді іс-қимыл танытпады. Бұл жағдайды Германия өз мүддесіне пайдаланып, 1940 жылы Дания, Норвегия, Нидерланды мемлекеттерін еш қарсылықсыз жаулап алды. Бельгияны жеңгеннен кейін негізгі күштер талқандалды. Нәтижесінде Франция Германиямен бейбіт келісімге қол қойса, Англия ақш-тан көмек сұрауға мәжбүр болды. Сонымен батыс Европадағы әскери іс-қимылды аяқтаған фашистік Германия кеңестер одағын басып алуға дайындықты бастайды. КСРО-ға қарсы соғыс жылдары Барбаросса деген атпен белгілі. Барбаросса жоспары 4 әскери топтың келісілген іс-қимылына негізделді. Фашистік Германияның кеңестер одағын жаулап алу жоспарында Қазақстанға үлкен мән берілген еді. 1941 жылдың 22 маусымында фашистік Германия әскері кеңес одағына тұтқы жолдан соғыс жарияламастан басып кірді. Кеңес халқының Ұлы Отан соғысы, яғни отанын шетел басқыншылардан азат ету соғысы басталды. Кеңестік әскери күш бейбіт уақыт жоспарына сай орналасқандықтан, соғыс қимылдары басталған территорияға тартылуы барысында, жау соғысының алғашқы 5 айында мемлекеттің 5% халқы тұратын аудандарын жаулап алды. Осыған қарамастан шекарашылар, олардың қатарында Брест қорғаушылары алғашқы ұрыстың өзінде теңдесі жоқ ерлік көрсетті. Брест шекаралық отряды жауынгерлердің құрамында жаудың алғашқы соққысына Мүсірепов, Абдрахманов, Иманқұлов, Жұматов, Батталов және басқа да қазақстандық жауынгерлер қарсылық көрсетіп, айрықша ерлікпен көзге түсті. Соғыс жылдары Қазақстанда 12-ші атқыштар және 4 атты әскери дивизиясы, 7-ші атқыштар бригадасы және 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар жасақталып, майданға аттандырылды. Қазақстан территориясында жасақталған әскери құрылымдар соғыстың алғашқы күндерінен бастап жаумен ерлікпен шайқасты. Әсіресе Москва түбінде шайқаста қазақстандықтар үлкен құрметке ие болды. Москва түбіндегі шайқаста әсіресе саяси жетекші Клочков басқарған бөлімше 28 панфиловшылар жаудың 50 танкісіне тойтарыс беріп, асқан ерлік көрсетті. 1941 жылы 17 қарашада дивизияға 8-ші гвардиялық деген атақ беріліп, кейінірек Қызыл ту, Ленин ордендерімен, ал Риганы жаудан азат еткен үшін 2-ші дәрежелі Суворов орденімен марапатталды. Ол шайқаста ерлік танытқан 28 жауынгер кеңес одағының батыры атағын иеленді. Сонымен бірге, соғыста үлкен ерлік көрсетіп, қаза тапқан талантты қолбасшы, қаһарман командир Панфиловке кеңес одағының батыры атағы берілді. Панфиловшы аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқаста өз батальонымен жау қоршауын 3 рет бұзып шықты. Соғыста Бауыржан Момышұлы полковник лауазымымен 9-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып жүріп аяқтады. Сөйтсе де, Бауыржан Момышұлының соғыс жылдарындағы ерлігі
өз дәрежесінде мойындалмай, тек 1990 жылы еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей араласуымен, яғни оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Барбаросса жоспары жүзеге аспағаннан кейін 1942 жылы Германия Кеңестер одағын басып алу мақсатында жаңа жоспар қабылдады. Сталинград пен Кавказды басып алу операциясында фашистер құпия дайындалып оған Былау деген ат қойды. 1943 жылы фашистер Кеңестер одағын басып алу мақсатында тағы да жаңа операция жоспарлады. Бұл операцияға Цитадель деген ат беріп жан-жақты дайындалды. Осы жылы Германияның әлсірегенін сезген бұрынғы одақтастары бастапқы міндеттерінен бас тартып, дүниежүзілік соғыстан шығу жолдарын іздеу үстінде болды. 1944 жылы Германияның жеңілетіні белгілі болғаннан кейін, ендігі жерде соғыс қимылдарын Кеңес одағы бақылауға алды. Осы жылы Кеңес үкіметі Берлин операциясын бастайды. Бұл операцияның мақсаты неміс фашистерін Кеңестер одағы территориясынан қуып, Европа мемлекеттерін жаудан азат ету болды. Ұлы Отан соғысы майдандарында қаза болған қазақстандықтар санына байланысты түрлі пікірлер бар. Кейінгі жылдардағы мәліметтерге соғыстан оралмаған қазақстандықтардың саны 601 мыңға дейін жетіп отыр. Оның 350 мыңнан астамы қазақтар. Бұл қолға қару алып, ұрыс даласында қаза тапқандардың саны. Егер осы тұстағы халықтың жалпы саны мен соғыста қаза тапқан өкілдерінің санына шағатын болсақ, қазақтардың шығыны көршілес өзбек, татар, Азербайжан, грузиндерден анағұрлым жоғары. Бұл пайыздық шығын жағынан қазақ халқы өз жерінде соғыс қимылдары болған орыстармен, украиндермен, белорустермен деңгейлеседі. Кеңестер одағының құрамдас бөлігі ретінде жаумен шайқаста қазақстандықтар үлкен ерлік көрсетіп, жеңіс күнін жақындатуға өз үлестерін қосты. Майдандағы ерлігі үшін 520 қазақстандықтың, оның ішінде 100-ден астам қазақтың Кеңес одағының батыры атағын алуы, ортақ отанын қорғауда қазақ ұлтының суырылып алға шыққанын көрсетеді. Они с детьми собрали матерей и ямы заставили, а сами они стояли кучка дикарей и тихими смеялись голосами. У края бездонной, выстрелив в ряд, бессильных женщин, худеньких ребят, пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. У сына дрожали ручонки и губки, он плакал в подол ее выцветшей юбки, всю душу ее на куски разрывая. Сын будто кричал, уже все понимая: «Мамочка, стреляют, укрой, я не хочу умирать!» Нагнувшись, взяла его на руки мать, прижала к сердцу против дула прямо. «Ну, не бойся, сейчас не будет на свете, мой маленький нас. Нет, больно не будет. Мгновенная смерть. Закрой только глазки, не надо смотреть. А то палачи закопают нас живьем. Нет, лучше от пули мы вместе умрем». Он глазки закрыл и залила кровь. По шее лентой красной извиваясь, 2 жизни на земь падают, сливаясь, 2 жизни и 1 любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. Ой, сколько слез горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет цвела для нас, но испытала ли ты хотя бы раз? Муса Джалиль, их расстреляли на рассвете. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться и встать затем ко рву спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой.
Чулочки тоже снять мне, дядя? Не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу глядя 3-летней девочки глаза. Чулочки тоже. И в смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама с собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим, и, кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятение сильным произнес. Охвачен у моей дочурки, смятение сильным произнес. Охвачен он невольно дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что, если б дочка вот так вот здесь твоя легла? Ведь это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей. И всюду взгляд струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне. Чулочки, дядя, тоже снять? Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың аяқталғанына да көп жылдар толып отыр. Бірақ ұлы жеңістің ұмытылмайтыны сияқты, соғысты ұмытылмастай ізін қалдырды. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың, мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгерлердің айбынын, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің батырлықтары мен жанқиярлықтары, олардың өз отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері Қазақстанның бүгінгі жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес, бұл бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен ұлттық қайта көтерілуінің жоғары адамгершілік негізі. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлық пен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Солардың жанымен, қанымен, терімен, көз жасымен, күшімен, ісімен, ерлігімен атаның туын жықпай, ананың намысы үшін туған жердің топырағын жауға таптатпай, еңіреп жүріп. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата-бабам қан берісіп айқасқан, ата-бабам намыс бермей шайқасқан. Жеңіс күнін қарса алайық бәріміз, жеңіс күнін тойлатайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Қазақтың қос жұлдызы қыздары, қыз болса да намыс бермей қорғады. 1941-45 жылдары